Assalamu alaikum. Tағы айтарым бар. Күзетші Бақыт дейтін ағайда менің әріптерім бар. Исарик. Мен ойлап тапқан. Соны Шоқан Имамайға алса ала берсін. Аяқтаса. Бірақ маған айту керек. Оны мен өткенде беріп кеткем. Сол маған денсаулығы жетпей отыр ғой. Екінші диагноз жала жапты. Сол жала жауып отыр. Денсаулығым жетіп тұр ғой енді мен. Диагнозым дұрыстамай отыр. Туберкулез негізі диагноз. Сол әріп ойлап тапқам. Әріп. Екі жағынан да оқылатын, бір жағынан түгіл. Егер құрайыштықтар әріп ойлап тапқысы келсе, ойлап таба берсін. Екі жағынан да оқылатын. Кем дегенде русшылдығын алып алады да, әріп оқып жүре береді, аспай. Құран кітапта. Оқып, Құран кітапты солай жазып алса да, менікі сол қол тимей отыр оны қала барып келуге. Қостанай мешітінің Шоқан имамның артында Бақытбек күзетші ағайда әріптер бар. Сол әріптер қайттан аяқтаймын десе аяқтай беріңіздер. Бірақ маған жөн айтыңыздар ол туралы. Егер не болса сол туралы хабарға шыға беріңіздер маған. Менде денсаулық жетпей отыр. Денсаулық жетпей қалды. Сол әріптесе тағы қосымша дегенде бәрі дұрыс қан қысымы сияқтылық қалудың ғой. Әлсіздік. Сосын біреулер сөйлеміне қабаттасады кішкене. Білмеймін, ол баяғы жындылықтан ғой. Сіздер түсінетін шығарсыздар. Молдалар түсінетін сияқты бірдеңелері. Қайта дінге байланысты ғана ауру ғой менікі. Бәрі саспаймын, дінге байланысты ғана болғасын ғана. Жындылықта. Сондықтан бәлемде саспаймын. Бәрі дұрыс, жындылықтан дұрысталдым. Дәрісі шифасы табылды ғой. Циклодол дейтін дәрі арқылы дұрысталады екен. Керек емес әсерлері болады, бірақ ештеңе етпейді. Қан қысымды күмәнданғанда тоқтатады. Күнә жайына қалады анау жындылықта. Күнә түгіл үрей болып кетеді. Күмәндану да болып тұрады. Күмәндану ол жаямал қайта менде. Дауыстар шығып күмәнданып та тұрамын кейде, бірақ күмәндану жайырақ. Үрей болады кейде. Сол циклодол ішемін. Сосын алдауым мүмкін циклодолдың әсері басқаша деп намек арқылы циклодолды басқаша шығарған, білмеймін. Әуратты ол сияқты дәрі болуы мүмкін. Текендеке жай-жай іше салсаң да, бірақ тәуба енді сондай дәрежеде қорқынышты бір ауру болды ғой. Кішкене басқа әсері бар. Ойдан алыстайды әйтеуір, білмеймін. Неге өтіп кеткенін ол дәріге алыстайды әйтеуір, ол дәрі. Алыстағанда көмектеседі, шипа болады. Бірақ әурет туралы дәрі қосымша. Әуретіңді үлкейтіп жібереді. Бірақ дұрысталам. Көбісі ойлауы мүмкін, сол әурет қабыла ішіп жүр деп. Бірақ ол әурет ғана байланысты емес, психологияда құрт жөнінде жындылыққа байланысты ол дәрі. Сол мен айтайын деген. Қосымша айт десе. Сосын мынау қозғала беретінге нурофен дейтін дәрі көмектеседі. Нурофен дәрінің түрлері көп екен, рекламасын қарасам. Соның арасында қызылы дейді көмектеседі нурофен. Ішіндегі, ішкенде. Домалақ қызыл дәрі, ақтары көмектеспейді шығар. Сопақ қызыл дәрі, нурофен. Видтар көп, нурофен деп аталады, бірақ басқаша видтар көп екен. Циклодолда виді көбейіп кетуі мүмкін, бірақ
егер көбейіп кетсе сол әурет туралы сияқты дәрі сосын қозғалтпайды, ол да циклодолы қозғалтпайды. Сол бірақ циклодан гөрі бір басқаша дәрі бар қозғалу туралы психбольницте. Типа парацетамол деп айтамын, бірдеңе атауы. Қозғалу туралы ол көмектеседі. Бас ауруынікі дейді, бірақ мына іріңге көмектеседі. Сабырсыздыққа, өкпе ашуына. Өкпе ашуымыз өкпе сарысуына қозғала беремін ғой енді. Менікі бас ауруымыз сондықтан ғой. Жындылық қана, бірақ жындылық бас ауру емес, ол енді сұраса көкіректе үрейленеді. Көкірек тұстыда үрей болады. Сосын біреулерді сөйлеуім, тілімді келтіріп, тілімді кәлимаға шақадағы келтіруіме қабаттасады. Сан шайтан шығар. Білмеймін оны. Өзі сөйлеп бергісі келме бірдеңе біреулер, сондай бірдеңелер бар. Сол егер сұрақ білгісі келсе, дәрі туралы ішіп көріп, жай басылмайтын біреу шығар деп ойлауы мүмкін, циклодол ішіп көріп теккендікке. Бірақ ол әурет туралы дәрі сияқты болып көрінеді, бірақ жындылыққа қосымша көмектеседі. Ол күнәдан гөрі үрей болып кеткенде көмектеседі. Маған ойлар сөйлейді, дауыстар шығып кетеді шынымен. Дауыстар естіледі. Адасып жүрмін, кейде дауыстарды тыңдаймын, кейде дауыстар адастырмайды сол. Бірақ сырын біліп қоятын ғой бір төрті. Осы әріп ойлап табуға байланысты шығар жындылық. Сосын рияны қимылдар қарғалап барып бастады ғой. Ол амал. Сол рия қимылдар сырын түсінеді шығар. Табиғатқа байланысты ауруға, табиғи ақиқаттарға байланысты, малшылыққа байланысты ауру ол. Жай психология емес, анау затты бүйтіп қалғанда жынданып кетті. Жүйкесі шығарған деп өтірік айта соға келмейді ол ауру. Ақиқаттармен байланып тұр, ол дін туралы ғана менің өмірге ұстаным. Сондықтан ол бәрі өтірік психологиямен құтылып кетпегенде мен анау циклодол дәрісін солай келтіре салса, жай біреулер іше салса, ол әурет туралы ауру деп жүйкесі шығарған деп өтірік айтуы мүмкін. Әурет туралы ауру емес, мен ұрпақ қалдырғым керек десе, біреумен қосылғым келеді. Бірақ циклодолды шынданғанда ғана ішкім келеді, көп болса психбольницаға түсіріп бастаса. 3 айға қамайды ғой. Шынданған күндерінде ғана ішкім келеді. Өткенде 3 ай 2 ай жаттым. 1-2 күн жынданып қалдым. Анда-санда ғана жынданамын. Сөйтіп циклодол болмай қалды. Шаққаштан жағым қарысып, әртүрлі видтары бар жындылық. Түсініксіз. Жағым да қарысатын болды, түсініксіз болып кетті. Дауыстар ғана шығатын негізінде көбінесе. Ал дін туралылар, хафиздар түсінуі мүмкін. Русыл ма немене жөн айтпай қойып отыр. Дін туралы ауруға болды бәрі. Жын шайтан енсе түс көрем, жын шайтан туралы жақында тағы бір түс көрдім. Сосын жын шайтан туралы мағлұмат іздеп, жындардың намаз оқуының шайтан екенін біліп алдым. Жын мен шайтанның айырмашылығына мән бермеген. Қайтса жын ба атасы ма, шайтан ба атасы ма деп ойлап жүрдім. Шайтандар жыннан гөрі жамандар екен, әйтеуір біліп алғанмын. Толық мағлұмат жоқ, атасы жындар ма шайтан ба білмеймін. Әйтеуір жындар намазхан болуы мүмкін шайтандарға қарағанда. Шайтандар қауіптірақ екен. Мен шайтан туралыдан менде ілгек бар, жын түгілі шайтан кіріп кеткен бе деп ойлап жүрмін. Бірақ ол да жайына қалды. Кілең нәпсіге қараймын, соқыр емеспін ғой. Жайына қалды. Сол мен туралы қосымша мағлұмат білгілеріңіз келсе, ассаламу алейкум. Рахмет тыңдағанда. Дос-жаран, туыс-туған, мен қосып жүріп тұрып отырмын.